Баршаңызға сәлем бердім. Бүгін біз үй жағдайында бөлке нан дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыз, бөлке нан дүкендегіден де өте дәмді керемет болып шығады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ыстық сүтті, жылы суды, тұзды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін ашытқыны салып тағы да араластырамыз. Одан кейін онда електен өткізіп, оның бәрін салып қолға жабысатындай жұп-жұмсақ қамыр илеу қажет. Қамырды илеп болғаннан кейін аз ғана сұйық майды қосып, тағы да бір қайтара илеп жібереміз. Қамырды илеп болғаннан кейін ең соңында бетіне аз ғана сұйық майды жағып, ыдыстың қақпағын жақсылап бекітіп, матамен орап, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамыр дәл осылай күшті болып көтеріліп шығады. Үстелдің үстіне аз ғана сұйық майды жағып, қамырды осылай алып, үстелдің үстінде формасына келтіреміз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Форманың ішін сұйық майды аямай жақсылап майлаймыз. Одан кейін формаға қамырды салып, үстіне қатты салмақ салмай сәл ғана басып шығамыз. Екінші формамызды да сұйық маймен жақсылап майлап аламыз да, қамырды осылай үстелдің үстіне формасына келтіріп, форманың ішіне саламыз. Қалған қамырды осылай дөңгелек формаға келтіріп, лепешка жасаймын. Енді осы нандарды көтеріліп көпсу үшін бетін целлофанмен жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Міне 1 сағатта осылай күшті болып көпсіп шығады. Лепешканы 1 сағаттан кейін бетіне жұмыртқаны жағып, духовкаға пісіре береміз. Ал бөлген нанды форманың бетімен бірдей болып көпсігеннен кейін пісіреміз. Міне бөлген нан форманың бетіне дейін көтеріліп көпсіп шықты. Енді осы бөлген нанды 170 градуста алдын ала қызып тұрған пеште қызарғанша пісіреміз. Бөлген нан сондай керемет, өте күшті дәмді болып шығады. Тіпті дүкендегіден де өте дәмді болып шығады. Сізде міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.